Сіздерге айтқалы тұрған хадис жүрегімде ерекше орын алады. Ол кедей жігіт туралы. Жай ғана кедей емес, оған қоса ол тым ұсқынсыз болған. Расында ғұламалар немесе сахабалар оны жағымсыз деп сипаттайтын болған. Егер ол біреуге қараса, қараған адамы басқа жаққа бұрылатын болған. Алла оны сондай етіп жаратқан, қоғамда алатын орны жоқ кедей әрі ұсқынсыз еді. Тіпті оның есімі де жағымсыз болған. Сахабаларды ұсқынсыз деуден Алла бізді сақтасын. Олар ең сұлулар. Бірақ жаңағы кісінің есімі жағымсыз болыпты. Оның есімі Жүлайбиб радиаллаху анху. Бұл хадис Сахих Муслимде баяндалады және Ат-Тирмизиде үзіндісі келтіріледі. Бұл сахих хадис. Бір күні Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Жүлайбибті көреді. Ол кісі егде тартып қалған кез еді. Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам амандығын сұрап, қалың қалай Жүлайбиб дейді. Сонда Жүлайбиб: «Я Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Алла қаласа менің әйелім тек жәннаттағы хор қызы бола ма?» дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оның не айтқысы келгенін түсінеді. Ол бұл өмірде үйлен алмай өтетін шығармын деп ойлаған еді. Дүниеден өтсем, хор қызы нәсіп болатын шығар деп үміттенетін. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Жоқ» дейді. Алла қаласа сенің осы дүниеде де және ақыретте де әйелің болады дейді. Сөйтіп Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Әй Жүлайбиб, пәленшенің үйіне бар. Олардың қызы бар, соны сұра» дейді. Ол айтқан үйге барып қыздарын сұрайды. Бірақ олар келіспейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам келіспеген адамға өзі барып: «Мен сенің қызыңды сұрауға келдім» дейді. Жаңағы адам қуанып кетіп: «Аллаху акбар! Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қандай керемет жаңалық» деп көзі қуаныштан жайнап кетеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Жоқ, өзім үшін сұрамадым» дейді. «Сонда кім үшін?» дейді. «Жүлайбибке радиаллаху анху сұрап келдім». Кенет күлімдеген жүзі өзгеріп, көңілі түсіп кетеді. «Мен оның анасымен ақылдасайын» дейді. Сөйтіп үйіне кіріп, қыздарын Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сұрап келген әйелін айтады. Әйелі қуанып кетіп: «Алла ұлық, не деген мәртебе! Көзімізге де жүрегімізге де қуаныш ұялайтын болды ғой» дейді. Күйеуі: «Жоқ, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзіне сұраған жоқ» дейді. «Сонда кімге?» дейді әйелі. «Жүлайбибқа» дейді. Қыздың анасы: «Субханаллах, Жүлайбибтан жақсырақ жігіттер қызымызды сұрап келгенде оларға келіспеген едік. Қызымызды сұрап келген жақсы отбасылар болды, оларға да келіспедік. Ал енді қоғамымыздағы ең төменгі орындағы және ең ұсқынсыз адамға қызымызды береміз бе?» Жоқ дейді. Қыздары олардың сөздерін басқа бөлмеден естіп отырған еді. Әкесі мен анасының қастарына келіп: «Мен жаңа не естідім? Әкешім, анашым, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ол кісі үшін мені сұрап келіп тұр. Ал сіздер Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам жоқ дейсіздер ме? Алла атымен ант етемін, мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам көңілін қалдырмаймын. Жүлайбибтен өзгеге күйеуге шықпаймын» дейді. Осы хабар Жүлайбибке жеткен кезде ол қуаныштан жадырап кетті. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сахабаларын Жүлайбибті үйленуге дайындауға және ақшалай көмектесуге шақырды. Арада бірнеше уақыт өтіп, жауға қарсы шайқас болғалы жатыр еді. Жүлайбиб те сол шайқасқа кеткендердің қатарында болатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам да шайқасқа қатысқандардан еді. Мұсылмандар сол шайқаста жеңіске жетеді. Сөйтіп пайғамбарымыз әдеттегідей сахабаларын түгендей бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Бәрінен менің көкем қайда, менің бауырым қайда, менің балам қайда, пәленше қайда» деп бәрін сұрай бастайды. Осы шайқаста ұлы сахабалар қаза болған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сұрақты қайталай бастайды: «Менің Жүлайбибім қайда?» дейді. Көпшілігі: «Білмейміз, я Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам» дейді. Ешкім Жүлайбибке мән бермеген. Тек Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Жүлайбибті есіне алған, іздеген. «Менің Жүлайбибім қайда?» дейді. Кімнен сұраса да: «Білмеймін, я Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам» деп
жауап қайтарылады. Біреулер: «Уа Алланың елшісі, менің көкемді көрмедіңіз бе?» дейді. «Жоқ, ал сен менің Жүлайбибімді көрмедің бе?» дейді. Олар: «Жоқ, ол туралы еш нәрсе білмейміз» деп жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны іздеп өлген адамдардың арасына барады. Сол жерден Жүлайбиб радиаллаху анху табылады. Жеті қарсыласы айналасына шеңбер сияқты айнала өліп жатқан, және Жүлайбиб те солармен бірге қаза болып жатқан еді. Мұны көрген Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Жүлайбибке қарап, көздері жасқа толады. Пайғамбарымыз ол исламның 7 дұшпанын өлтіріп барып, өзі де өлді. Жүлайбиб менен, және мен одан. Жүлайбиб менен деп 3 рет қайталайды. Жүлайбиб менен, ол менің жанұямнан, және мен де оның жанұясынанмын дейді. Жүлайбибтің Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам өзге көтерушісі болмады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны өз қолмен көтеріп келе жатып жылайды. Кенет жылауын қойып күлімдейді, жан жағына қарайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбәрак қолымен Жүлайбибті көмеді. Сахабалар: «Уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, неге жыладыңыз? Және неге күлімдеп жан жағыңызға қарадыңыз?» дейді. Сонда пайғамбарымыз: «Жанұяның қымбатты мүшесінен Жүлайбибтен айырылғандықтан жыладым. Оны менен басқа ешкім іздемеді. Кейін Алла оның жәннаттағы орнын көрсетті. Оны жәннатта көрдім. Оның әйелдерінен болған хор қызы оған қарай асыға жүгіріп келе жатты. Жәннатта әйелі болғанын қалап еді. Дегеніне жеткеніне күлімдедім. Хор қызы жүгіргенде оның табаны көрінді. Жүлайбибтің әйеліне қарауыма болмайтындықтан басқа жаққа бұрылдым» деген.